Сәлем достар. Мен бүгін сіздерге қазақтың ұлы хандарының бірі еңсегей бойлы ер есім деген атпен тарихта қалған Есім хан туралы айтатын боламын. Достар, қазақша контентті қолдап, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Егер осы видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Есім хан бұл Шығай ханның баласы, Тәуекел ханның інісі. Тәуекел хан өлгеннен кейін билікті Есім хан алды. Себебі Тәуекел хан болған кезде Есім сол Тәуекел ханның көп санды әскерін басқарған көрнекті қолбасшы және көрнекті сұлтан еді. Қазақ әскерлері менен көптеген сұлтандар осы Есімнің хан болуын қалады. Сөйтіп, Есім Тәуекел ханнан кейін 1598 жыл менен 1628 жылдардың аралығында Қазақ ордасын басқарды. Есім хан өзінің хандық билігінің алғашқы жылында 1599 жылы ағасы Тәуекел хан менен бірге Шайбани әулетінен тартып алынған сыр бойындағы қалаларды, Ташкентті және Түркістан аймағын заңдастыру мәселелерімен айналысты. Осы кезде Шайбани әулеті құлап, оның орнына Жошының 13-ші баласы Тоқай Темірден тараған әулет келді. Олар Аштрахандықтар деп аталынды. Себебі олар 13-ші ғасырдан бастап осы Астраханда билік еткен болатын. Сөйтіп, Аштрахани әулеті менен қазақ хандары арасында қазақ хандығына қосылған жерлерді заңдастыру шарты жасалды. Осы шарт бойынша барлық жаулап алынған қалалар, соның ішінде сыр бойындағы қалалар, Түркістан аумағы қазақ хандығына қосылды. Осы кезден бастап Ташкент қаласы 200 жылдай қазақтардың иелігінде болды. Ал Самарқанд қаласы Аштрахани әулетінде қалды. Есім хан Орта Азия қалаларымен бейбіт экономикалық байланыс орнатуға ұмтылды. Бірақ Бұқар ханы Тәуекел хан кезінде тартып алынған Ташкент, Сайрам, Әндижан жерлерін қайтарып алуды армандады. Сөйтіп ол бұрынғы бітім шартын бұзып, қайта-қайта жорықтар ұйымдастыра бастады. Осындай алғашқы жорық Қазақ-Бұқар шайқасы 1603 жылы Айғыржар деген жерде өтті. Бұл шайқаста Бұқар хандығының әскері жеңіліс тапты. Бұқар ханы Имамқұлы хан қазақтардың қолына өтіп кеткен қалаларды қайтадан қайтару, тіпті Сырдариядан әрі қарай қазақтарды ығыстырып тастау үшін тағы да қазақтарға соғыс ашты. Бұл 1611 жылы Қазақ-Бұқар екінші соғыс деп аталынды. Қазақтың қалың қолын басқарған Есім хан жеңіске жетіп, Бұқар ханы келісімге келді. Есім хан сыртқы саясатта Бұқар хандығымен алысып жүрген уақытта Ташкент билеушісі Тұрсын деген сұлтан 1613 жылы өзін жеке хандық деп жариялады. Сөйтіп, Есім менен Тұрсын арасындағы қайшылықтар шиеленісе түсті. Халық біреу, хан екеу болды. Осы кезде Есім хан бастаған топ моңғолдардың Шалыш пен Тұрпан қалаларын билеген Әбдір-ар-Рахым деген хан жағымен одақтасты. Ал Тұрсын болса, ол моңғолдардың Жаркент пен Қашқар қалаларының әміршісі Әбді-Латип ханды қолдады. Сөйтіп, екі қазақ ханының арасында қайшылық тереңдей түсті. Есім ханның артында бүкіл қазақ халқы, Тұрсын ханның артында Қатаған тайпасы тұрды. Қатаған тайпасы бұл орталық Азияда көшіп қонып жүрген тайпа. 1627 жылы Есім хан Жетісу жеріне енген қалмақтарға қарсы жорыққа аттанады. Есім жорықта жүрген уақытта Тұрсын хан әскерлеріменен келіп Түркістанды шабады. Есім ханның көптеген адамдарын, оның ішінде әйелін, бала шағаларын тұтқындап Ташкентке әкетеді. Бұл хабарды естіген Есім хан Тұрсын ханды жазалауды ойлайды. Сөйтіп, барлық әскеріменен Ташкентке қарай бет бұрып, Тұрсын ханды жазалайды және оны өлтіреді. Сондай-ақ Тұрсын ханды қолдап бейбіт ауылға әскер шығарған, бейбіт ауылды талқандаған Қатаған тайпасында қырады. Бұл оқиға тарихта Қатаған қырғыны деп аталынды. 1627 жылы Тұрсынды өлтіріп, қазақ хандығының билігін қайтадан өз қолына алып, бір орталыққа бағынған ірі мемлекет құрды. Есім хан ойрат қалмақтарымен күресте ерлік пен батылдықты көрсетті, сондықтан оны халық еңсегей бойлы ер есім деп атады. Қалмақтарға қарсы күресте Есім хан Батыс Қазақстан жеріндегі ноғайлармен арадағы қарым-қатынасты күшейтті. Сондай-ақ қазақ-қырғыз ынтымағын орнатуға күш салды. Есім хан билік еткен тұста қазақ хандығының әскери қуаты күшейіп, 300-400 мыңға дейін атты әскер шығара алған.
ел ішінде тәртіп орнату мақсатында бүкіл қазаққа ортақ заңдар жинағын дүниеге әкелді. Қасым ханның қасқа жолы деген заңдар жинағын өз заманының әскери, саяси және әлеуметтік экономикалық қажеттіліктеріне орай жетілдірді. Кейіннен бұл заң Есім ханның ескі жолы деген атау алды. Дау шешіп төрелік айту құзыретін иеленген би қазылардың оны білуі міндетті саналды. 1628 жылдың күзінде қазақтың ұлы билеушілерінің бірі ұлы хан, дана қолбасшы, даңқы шыққан батыр Есім хан дүниеден өтті. Мемлекеттің саяси орталығына айналуына өзі көп еңбек сіңірген Түркістан қаласына Әзірет Сұлтан кесенесінің маңына жерленді. Басына кесене орнатылды. Достар, мен сіздерге Есім хан туралы бірқатар мәліметтер айттым. Сондықтан сіздер қазақ контентін қолдап, тіркеліп, лайк баса отыруларыңызды сұраймын. Рахмет, сау болыңыздар.